Жаңа әліпби, жаңа дәуір бастауы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының басым бағыттарының бірі қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру. Облыста бұл үрдіс кезең-кезеңмен жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Осыған орай бүгін Қадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында латын әліпбиін кеңінен насихаттауға бағытталған Латын Фөс жастар форумы өтті. Толығырақ тілші материалында. Тілі сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Жасампаздық пен жаңа мүмкіндіктер жылы жастар жылында еліміздегі рухани жаңғырудың басты өзегі саналатын қазақ жазуының латын графикасына негізделген әліпбиге көшуі дала тарихындағы маңызды қадамдардың бірі. Латын графикасы тіл саясатына ғана емес, экономика, халықаралық байланыс, ұлтаралық қатынасқа оң әсерін тигізеді, дейді облыс әкімінің орынбасары Серік Егізбаев. Латын графикасына көшу мәселесі ұлт болып қолдауды талап ететін ұлттық мәселе. Қайрақты тілі, байрақты ұлты, айбатты рухы бар елдің келешегі кемел, болашағы жарқын. Зеңбірегі көп елді, зерделесі көп ел жеңеді деген халықтың сөзі бар. Ұрпағымыз ұлы дала елінің атын әлемге танытса, бабалардың арманы орындалғаны деп есептейміз. Елбасы өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы мақаласында латын қарпіне көшуді таяу жылдардағы негізгі міндеттердің бірі деп бекітті. Латын әліпбиіне көшу түркі және жаһандық әлеммен ықпалдасуға, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады. Шара барысында мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға үлес қосып жүрген тіл жанашырлары Қазақстан Республикасының президенті және облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Біз әр уақытта өзіміздің ана тілімізді ұқпай, ана тілімізді қадірлемей, ана тілімізді сыйламай, еш нәрсеге бара алмаймыз. Біз көп ұлтты ел болайық, көп тіл білейік. Тіл білген артық етпейді. Бірақ та біз өзіміздің ана тіліміз арқылы латын әліпбиінде біліп, соны оқып, қошемет көрсетуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Форум аясында латын әліпбиін енгізудің алғы шарттары мен артықшылықтары туралы баяндамалар оқылды. Сондай-ақ латынға көшу жарқын болашаққа қадам көрмесі таныстырылып, латын әліпбиін бірге үйренейік акциясы өткізілді. Әлемдік өркениет көшінен қалмай, қазақ тілінің халықаралық дәрежеге көтерілуін қаласақ, латын қарпін енгізудің мәні зор, дейді Қанат Әуеспай. Әлемде 2000-ға тарта ұлт пен ұлыс бар екен. Ал осы 2000-ның ішінде тек қана 190 мемлекет бар екен. Осы 190-ның ішінде латын графикасына негізделген әліпбиі бар. Біздің ұлтымыз қай тұрғыдан алғанда бақытты деп ойлаймын. Ендеше осы тұрғыдан алғанда журналист ретінде өзіміздің үлесімізді басқаларға қарағанда әсіресе белсенді үлес қосуымыз керек деп ойлаймын. Барлық озық технологияның тіліне айналған латын әліпбиіне көшу еліміз үшін, өнеріміз бен мәдениетіміз үшін үлкен рухани құбылыс болмақ. Гүлсара Марат, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.